Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді безе мен шоколадты пирог жасайтын боламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қантымызды салып, жақсылап бірге араластырып миксерлеп аламыз. Оның үстіне бір қасық қайнаған суымызды құямыз, және де бір қасық кофемізді демдеп құйып араластырамыз. Енді 3 жұмыртқамызды аз-аздан сала отыра, жақсылап араластырып, бір келкі масса дайындаймыз. Және де үстінен ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырып қозғаймыз. Ал енді ерітілген кез келген шоколадты құйып, тағы да араластырамыз. Болғаннан соң үстіне какаомыз бен разрыхителімізді саламыз. Астынан жоғарыға қарай осылай қозғап аламыз. Енді қалауыңызша үстінен үгітілген шоколад қоссаңыз болады. Міндетті емес. Араластырып болғаннан соң формамызға пергамент қағазын төсеп, дайындап алып, массамызды құямыз, және де 180 градуста 10 минут шамасындай уақыт пісіріп аламыз. Ол уақытта беземізді дайындаймыз. Жұмыртқаның сарысын жақсылап бірінші көпіртіп аламыз. Одан соң үстінен қантымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, өзінің формасын ұстап тұрғанша көпіртіп аламыз. Міне біздің беземіз осындай болуы қажет, өзінің формасын ұстап тұруы керек. Енді кукурузның крахмалымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз, астынан жоғарыға қарай. Лимонның соғын құйып, тағы да араластырамыз. Енді какаомызды салып, тағы да жақсылап бір келкі етіп араластырып аламыз. Сонымен біздің беземіз дайын. Енді духовкадағы пісіп жатқан пирогымызды шығарамыз. Енді үстінен беземізді салып шығамыз. Салып болғаннан кейін жақсылап осылай жайып шығамыз, және де бұны да 180 градуста 30 минут шамасындай пісіру керек. Негізі қарап тұрасыз. Духовканың қызуына байланысты, егер духовкаңыз қатты қызатын болса, жай градуста пісіріп алсаңыз болады. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Бетін қалауыңызша әрлеп бере берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыз ас болсын. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.